6 күн. Ниет пен мақсатты анықтау. Бүгінгі күн ниетіңді тазалап, мақсатыңды нақтылайтын күн. Көп адам өмірде не қалайтынын нақты білмей жүреді. Сол себепті де күшін, уақытын, энергиясын бос нәрсеге жұмсайды. Ал мақсаты айқын адам адаспайды. Себебі оның жүрегінде бағыт бар. Алдымен ниетке тоқталайық. Ниет кез келген істің жүрегі. Егер ниет дұрыс болмаса, әрекет те берекесіз болады. Бүгін өзіңден сұра. Мен бұл өзгерісті не үшін бастадым? Өзім үшін бе, біреуге дәлелдеу үшін бе, әлде Алланың разылығы үшін бе? Егер ниетің Алла разылығы болса, сенің жолың жеңілдейді. Бүгін өз мақсатыңды қағазға жаз. Бірақ жай ғана емес, нақты әрі шынайы етіп жаз. Мысалы, мен жақсы адам болғым келеді дегеннен гөрі, мен күн сайын білім алып, мінезімді түзеп, отбасыммен қарым-қатынасымды жақсартамын деп жаз. Мақсат қаншалықты анық болса, оған жетуде соншалықты оңай. Мақсатты тым үлкен қылудан қорықпа. Бірақ оны кішкентай қадамдарға бөл. Үлкен тауға бірден шығу мүмкін емес, бірақ әр қадам сені жоғары көтереді. Бүгін сол қадамның бірін таңда. Тек біреуін. Артық жоспар өзіңді шаршатады. Бүгінгі тапсырма. Ниетіңді түзет, мақсатыңды жаз, бір нақты әрекетті таңда. Кейде сен өзіңе сенбей қаласың. Мен істей аламын ба? деген ой келеді. Сол кезде есіңе ал. Сені жаратқан Алла сенен әлсіз ештеңе күтпейді. Ол саған шамадан тыс жүк артпайды. Демек, сенің қолыңнан келеді. Кешке өзіңе мына сөздерді айт. Менің ниетім таза. Менің мақсатым бар. Мен өз жолыммен келе жатырмын. Ниет түзелсе, өмір түзеледі. Мақсат айқын болса, жүрек тынышталады.